Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте оңай әрі дәмі керемет панчо деген торт пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Және тортымызға ең алдымен жұмыртқамызды, тұзымызды және қантымызды қосып, барлығын миксермен араластырып аламыз. Массамыз осылай ағарғанша миксерлейміз және сүтімізді құямыз. Және майымызды құйып, барлығын ақырындап араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды, какаомызды қосып, және кішкенеден сеуіп отырып, жақсылап асықпай араластырып аламыз. Қоюлығы осындай болу қажет. Енді противнімізге пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды құйып, жақсылап тегістеп аламыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пешімізге 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем жасауға кірісейік. Оған қаймақты және қант ұнтағын бірге қосып, барлығын миксерлеп араластырып аламыз. Бисквитіміз дайын болды. Енді оны суығанша қойып қоямыз. Енді начинкасына бананымызды осылай жіңішкелеп турап аламыз. Бисквитіміз суыды. Енді шетінен осылай домалақтап кесіп аламыз. Ол біздің тортымыздың табаны болады, және қалған бөлшектерін осылай төртбұрыштап турап аламыз. Тортты жинау үшін осындай ыдыс алып, табанына пищевая пленка төсейміз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Бірінші қабатына бисквитімізді, кремімізді құямыз және бетіне бананымызды қойып, осылай қайталап отырамыз. Бисквитті кремге батырып алсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай үстіне құйып шықсаңыздар да болады. Енді тортымыздың табанына крем жағып, оның бетіне қойып, пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағаттай салып қоямыз. 1 сағаттан кейін тортымызды алып, бетіне кремімізді жағып, өз қалауымызша безендіреміз. Осылай мен сияқты шоколадты ертіп, неше түрлі оюлар жасап безендірсеңіздер болады. Мінекей тортымыз дайын болды. Енді оны кесіп көрейік. Іші өте жұмсақ, кремі тез сіңеді, және дәмі өте керемет тәтті болып шықты. Осы тортты жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.